Лайк басқандан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бісміллә деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ма? Комментарий жазып. Батыс Россияны көреді екен де неғып Израильді көрмейді дейді. Мынау сенде мынау Израильді жек көріп отырған IBC. Сенде орыстың пропагандасын әбден уланған біреу екесің. Израиль, мен сіздерге айтайын, мына ислам фундаментализмі, ислам радикализммен ауырмаңдар. Израиль өзінің ата-бабасының жерінде мемлекет құрды. Оның не күнәсі бар? Сен сонда еврей дейтін жер бетінде 13-те 15 миллион болатын, тіпті одан да көп халықты отансыз қаңғып жүрсін дейсіңдер ме? Ол өзінің ата-бабасының мемлекет, өзі анау сол жаңағы Палестиндегі жер, ана қабырғасын барып құшақтап жылайды. Ол өзінің жер. Сонда сен жүрегіңде сен Израильді орыс неге жек көреді? Себебі Израиль Америкамен одақтас. Америкамен орыс жау. Сондықтан сен жаңағы Ресейді көріп қалады, Еуропа мен Америка Израильді көрмейді дейсің. Бұл жерде Израильді қақтығыс күрделі мәселе. Ол жерде де соғыс жүріп жатыр мысалы. Бірақ сен бір адам ретінде, Абай атам айтқанша, күллі адамды сүю ретінде ойлашы. Ол жер еврейлердің мекені ма емес па? Соны ойлашы бірінші. Осы сұраққа жауап бер. Абсолютті түрде ол жер еврейлердің мекені. Яхудилердің мекені. Ал еврейлер 13 миллион 15 миллион ба емес па? 13 миллион 15 миллион. Шетелде қорлық көрді ма? Көрді. Еуропаңда көрді. Англияңнан қудаланды, Германияң 6 миллион қырып салды, кеше Полшада да қырғынды алды, барлық жерде қақпай көрді. Енді бір адам ретінде ойлашы. Оған бір діни радикалистік, діни фанатиктік көзқараспен емес. Діни фанатизмді, ислами радикализмді, фундаментализмді, бізге жеткен теріс ағымдар бойынша, діни теріс ағымдардың көзқарасы бойынша еврейлерге, яхудилерге деген өшпенділікті қоя тұрып бір адам деп қабылдап. Қараш, адам деп қабылдап. Ол неге өзінің мемлекетін құрмауға тиіс? Ол жер оның 77 ата-бабасының жері болса. 77 ата-бабасының жері болса, ол неге онда мемлекет құрмауға тиіс? Сондықтан жаңағы сен орыс пропагандасына миы уланып қалған бауырым айтам. Сол орыстың пропаганда. Жарқын жеті деп шығып апты. Жарқын жеті арнасы сенікі ма мына жігіт? Сен жақсы деп жазсың, рахмет саған. Жарқын жеті деген бір жігіт шығып арна ашыпты, жаңадан арна. Менің видеоларымды қиып таратып жүр. Қолдап, комментарий жазып, бөлісіп, қолдап тастаңыздар. Мына менің видеоларымды тарататын Аттан Қазақ деген канал бар. Қолдап, комментарий жазып. Мына Бостандық деген канал бар. Латынша, Бостандық деп латын жазуымен жазылады. Сол Бостандық деген канал бар. Керемет істеп жатыр, соның бәрін қолдаңыздар. Міне Жарқын жеті деген канал қосылды. Сосын S.B.Live деген канал бар еді, соңғы кезде тоқтап қалды. Оны да қолдап, комментарий жазып, көбейтіп қойыңыздар. Ал сондықтан бұл жерде мына еврейлерге деген өшпенділікті, мен бір нәрсеге айтам, ол таза Құдай сүйетін қылық емес ол. Еврейлерге деген өшпенділік, ол араб радикал ұлтшылдарының өшпенділігі. Ол Иранның сектант қызылбастардың өшпенділігі. Айдалада жатқан Израильге қарап зымыран атады. Біз қазақтар мұсылманбыз, бірақ айдаладағы еврейге ислам фундаменталистері, ислам радикалистері құсап, айдалада жатқан еврейлерге өшпенділікті доғарыңдар. Бізге жеткен теріс діни уағыз үгіттерден арылыңдар. Оларды адам ретінде қабарыңдар. Абай атамның өлеңін біреуіңіз салыңыздар, толық текстін білетіндер. Абай атам не деп айтты? Адамды сүй дейді. Адамзатты сүй бауырым деп дейді. Адамзатты сүй бауырым деп дейді. Абай атам айтты. Сол адамзаттың ішінде сол сен жек көріп отырған еврей де бар. Ендеше оны неге жек көруіміз керек? Арабыңнан қазаққа қанша пайда келді? Қанша мұсылманды ұстап берді, ішінде қазағыңда бар. Египетіңді ұстап берді, кім деген жігітті, Египетте Әл-Асқарды оқып жатқан жігітті ұстап алып, апарып Қытайға барып қаматып тастады. Сол арабыңнан
осы қазіргі кездегі мынау Қытаймен одақ болып кеше мұнайды юанға сатам деген Сауди Арабияның ана диктатор Салман Ханзадасының Сауди Арабияның елінен қазаққа не пайда? Біздегі мына сектанттарды қолдап қаржы беріп, біздегі сектанттарды күшейтті. Кешегі сол қалың сектант қанды қырғында қазаққа қаратып оқ атты. Олар пәтуа бере салады, қолында пулемет автомат тұрады, кәпір дей салады, бітті, сені ата салады. Олардың қолында кәпір деп саған пәтуа бере салу қолында тұр. Шын мәнінде олар секта. Естеріңізді жиыңыздар. Сақалдылар түйіп отыр, сақалдылар. Сақалдылар кел. Сақалдылар. Назарбаевтың армиясы сақалдылар кел. Назарбаевтың армиясы сақалдылар кел. Назарбаевтың армиясы сақалдылар кел. Таран! Назарбаевтың армиясы. Назарбаевтың армиясы кел. Жігіттер. Назарбаевтың армиясы кел. Болат Назарбаевтың армиясы. Міне қараңдар. Сақалдылар кел. Мен сабыр деп естіп отсам мені теуіп отыр. Сақалдылар намаз оқитын. Болат Назарбаевтың армиясы жүр мына жерде. Болат Назарбаевтың армиясы жүр. Сақалдылар келіп жатыр. Ойбай, Сауди Арабия екен десен же, оны өзімен бір бауырлас. Йеменді неге бомбалап жатыр? Бейбіт Йеменді неге бомбалап жатыр? Ойлаңдаршы. Олар сондай шіріген бай, Саудияның, Дубайдың байлары деген шіріп, миллиардер болып енді. Анау есек қорасына дейін, ат қорасына дейін, анау төбелеске салатын иттеріне дейін алтыннан жасаған керуетте жатады. Анау полицейлеріне дейін жаңа Ламборджини мінгізіп қояды. Ең соңғы Феррариді мінгізіп қояды. Ал солар ана Палестинадағы өзімен бір тілде сөйлейтін, бір тектен шыққан арабтар неге құтқармайды? Соларға неғып ақша бермейді? Аштан өліп жатыр әуел, керек десең ауру. Соған неғып бір, ана бәленбай миллион ғана ит қора салады. Ана бір жылқысының бір жарысына 100 миллион доллар атады. Мынау казиноға келіп, Америкадағы казино, Макауға барып, арабтарың миллиард долларды тұтып тастайды. Миллиард тұтып лақтырып тастайды. Сонда неғып ана Палестинадағы өзінің арабтар? Бірақ сөйтіп бәрін істеп, ана сұлу қыздарды тоқалдыққа алып, тыржалаңаш, жалаңаш, одан бұрын 100 байға тиеме, бір тиын жезік арбап, сүбханалла, сүбханалла деп тәспиғын тартып, сосын Қазақстанның ауылына барып, мешіт салып, сосын Шымкентке барып, қызыл кітап киінген ана біздің құстарымызды атып, сосын бәленбай 100 қазақтың қызын жаңа өздерінің анау сутенерлері, жеңгетайларымен алып барып, Дубайға апарып, Саудияға апарып, бір жылма 2 жыл қатын қылып, сосын енді машалла, енді разы болыңдар деп, бәріне бір 20 мың ба 30 мың доллар беріп, қайтарып, бытқып жүре береді олар. Сондықтан оларға бір діни фанатизмменен, радикализммен, ислами фундаментализммен ауырып, арабты жақсы көріп, мына еврейді жек көретін мындай надандықты доғарыңдар діни фанатиктер. Өйтетін болсаң ол Құдайдың өзі жек көретін қылық болады. Абай ғұлама, сол Абайдың өзі күллі адамды сүй бауырымды, адамзатты сүй бауырымды деп Абай неге айтты? Адамзатты сүй деп неге айтты? Гуманитарлық тұрғыдан. Сондықтан о жерде береке орнату керек. О жерде сол өзінің мемлекетін құрды ма? Ол сен жек көрсең де құрды ма мемлекетін құрды? Енді сол жерде қырылып өмір сүру керек па? Өмір бойы сен мемлекетті құрмау керек едің 48 жылы. Сен мына жерге келмеу керек едің деп өмір бойы сонда бірін-бір атқылап өту керек па? Адамдардың мәселесін, мына Украин мен орыстың мәселесі де, мына еврейдің мәселесі де, бұл жердегі мәселе адамдар бейбіт біріне бірі құрмет қылып, біріне бірі респект қылып, бір мәселені соғыспен, жұдырықпен емес, ақылмен шешетін бізде сана болмай тұр. Егер адамдардың бәрі гуманитарлық ең биік деңгейге жетсе, онда сол қан төгістер болмайтын еді. Құдайдың разылығы деп жаратушыны айтып отырып, сол жаратушының разылығы деп адам өлтірген адамнан артық менің жек көретін адамым жоқ. Ал шариғатыңның өзінде
сол анау дін ең алғаш таратып жүргеніңнің өзінде сол еврейлердің дінін ұстауына рұқсат берді. Еврей болған үшін бәрін өлтір деген жоқ. Әли радиаллаху анхудың өзіне ана құрбандыққа шалған қойдың етін кімге берем дегенде, ана көрші еврейден баста деді. Сол еврей болған үшін басын ал деді ме? Жоқ, құрбандықтың етін соған бер деді. Құрбандықтың, сойған, құрбандыққа шалған малдың етін сол еврей көршімнен бер деді. Сонда сол Әли, пайғамбардың күйеу баласы, сонда сол дінді білмей ма, сен білесің ба? Сондықтан мына араб әсіре ұлтшылдығыменен, араб әсіре радикалшылдығыменен, мынау фундаментализммен, мынау фанатизммен ауырып, айдалада жатқан бір халықты соған жек көру дегенді доғарыңдар. Таза дін олай айтпайды ешқашан. Бұлғанбаған, өзгертілмеген, бізге мың бұралып, мың жаңағы теріс бұрылып, біздің мынау ашамай жуғаннан басқаға ақылы жетпейтін топас дүмше молдалар арқылы бізге жеткен теріс фанатиктік, радикалдық, жаңағы деструктивтік, бұзақы, бұзылған жаңағы сондай ағымдарға алданбаңыздар. Міне менің айтатын сұрағым осы. Жауабым осы. Адам деп қараңдар, адам деп. Біреуге албат айдалада өшігу дұрыс емес. Албаты қан төгу де дұрыс емес. Барлық нәрсені келіссөзбен, дипломатиямен, мәмілегерлікпен шешу керек. Ол жаратушы біреу. Мейлі сен қалай ата, олай ата, жаратушы біреу. Бірақ сол өзіңнің ақиқатыңды біреуге тықпалау, сол сенің сенетін дініңнің нағыз таза тұнық қалпында, сол өзіңнің көзқарасың үшін басқа адамды ажал құштыр деп айтқан жоқ ешқашан.